Абайдың 32-ші қара сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарты бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегеннен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай-мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар ынтық болып, бір ғана білместіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хұзур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп, үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір істегеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқалады. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бақасқа бола үйренбе. Азырақ бақас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бақас адамды түземек түгел бұзады. Оның себебі әрбір бақасшыл адам халықты шығармақ үшін ғана бақас қылмайды, жеңбек үшін бақас қылады. Ондай бақас хусудшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады, және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адам баласын шатыстырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. 100 тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас сөзі де ғылымның бір жолы. Бірақ оған қырсылану жарамайды. Егер қырсыланса, өз-өзімшіл ғұрулық, мақтаншақтық, хусудшілдік бойын жеңсе, ондай адам бойына қорлық келтіретіндігін өтіріктен де, өсектен де, ұрыс төбелестен де қашық болмайды екен. Үшінші, әрбір хақиқатқа тырысып, іждихатың мен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге 2 қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза қылу, екіншісі берік мұхафаза қылу. Бұл 2 қуатты зорайту жағатынде болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген 4 нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Оның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинхар, жаным соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен жеңілдік пен я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің берекеті бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қойарға орын жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенде тұрарлық, мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық, беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын.